Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен қамыры үлпілдек, жұмсақ болып шығатын, әрі дәмді болып шығатын бәліш түрін жасайтын боламыз. Құрамын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Менімен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Алдымен қажетті заттарымызды осылай дайындап аламыз. Рет-ретімен осылай салып алатын боламыз. Жылы суға дрожжымызды ертіп аламыз. Оны бокалға бөлек қойып, осылай араластырып құятын боламыз. Барлық қажетті заттарымыз біздің жылы болуы қажет. Алдын ала еленген ұнымызды осылай жақсылап салып араластыратын боламыз. Жұп-жұмсақ қамырға айналу үшін осылай керемет қылып илеп алатын боламыз. Яғни қамырымыздың басын біріктіріп алатын боламыз. Өте жұмсақ әрі жылтыр, нәзік қамыр шығуы қажет. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа ашуға қойып қоятын боламыз. Жақсылап пленкамен орап қойып қоямыз. 1 сағаттан соң өте керемет жұмсақ қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды кереметтей етіп бәліштерге бөліп жасайтын боламыз. Яғни бәліштердің түрлерін өз еркіңізде қалай жасасаңыз да әртүрлі формаға келтіріп жасауға болады. Осы рецептпен жасасаңыз, балаларыңызға ұнауы сөзсіз. Және де қайталап жасап беруіңізді сұрайтын болады. Мен булочканың ортасына, яғни бәліштің ортасына өзім жазда жасаған жаңағы джем тосабын пайдаландым. Яғни ортасына салуға салмасына. Дәмі өте керемет болып шықты. Джемді көрмеген көрермендер болса, осы YouTube каналымда видеосы салынған. Қарап шықсаңыздар болады. Осы бәліштің ортасына салуды жөн көрдім. Бетіне қалауыңызша мак немесе кунжут немесе шекер, яғни құмшекер себуге болады. Әркім өз қалауына қарай қалағанын бетіне себетін болады. Қамырларымыз өте ұстауға ыңғайлы, жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Осылай әртүрлі формаларға келтіріп алатын боламыз. Дайын болған бәліштерімізді 200 градуста 40 минутта пісіп шығатын болады. Яғни пешімізді алдын ала қыздырып алатын боламыз.
Арнама тіркелмеген жандар болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып шықсаңыздар болады. Және де поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар болады. Міне әртүрлі формада бәліштеріміз дайын болды. Енді осыны дайын пешімізге 40 минутқа салып алатын боламыз. Өте керемет болып шығады. Балаларыңызға осы рецептпен жасап берулеріңізді сұраймын.